Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен көпшілік әріптестерімнің сұрағы бойынша осы ұлттық біліктілік тестілеуге қалай кіреміз? Сол туралы айтып өтем. Ол үшін сіздер браузердің жоғары жағына app.testcenter деп жазсаңыздар, осындай бет ашылады. Және бұл жерде сіз екі тілде таңдауыңыз мүмкін. Себебі қай тілде сіз сабақ бересіз, орысша ма или қазақша ма деген сияқты. Мен қазақ сыныптарына беремін, может сіз орысша сыныпқа беруіңіз мүмкін. Сондықтан осы екеуінің біреуін таңдайсыз. Ол үшін қазақ дегенді басасыз. Және бұл жерде сіз бірінші рет тіркеліп жатқандықтан осындай поштаңызды жазып тіркелу дегенді басасыз. Және сіздің поштаңызға осындай национальный тест деген запрос келеді поштаңызда. Входящий бөлімін қарасаңыз, осы жерден спрос басып, спрос пароляны басасыздар. Сол кезде сіздің өзіңіз жадыңыздан, қазір менде тіркелгендіктен маған ондай ашылмайды. Сіз өзіңіз осы жерге логин пароліңізді ойлап табасыз. Және ойлап тапқаннан кейін сол бойынша кіресіз. Кіру батырмасын басқан кезде осындай сіздерге өзіңіздің аты жөніңіз бойынша ашылады. Және мына жерде қай тапсырманы орындайсыз, сол туралы шығады. Бұл жерде педагогтың білімін ұлттық бірыңғай тестілеу деген, орта не бізге педагогтардың білімін бағалау деген керек. Бұл жерде сіз енді жалпы білімге бересіздер ме, интернатқа бересіздер ме, или басқа лауазымдағы педагог өзіңіздің статусыңызға қарай таңдайсыздар. Біз жалпы мектепте беретін болғандықтан осылай. Әрқандай осылай данныйларыңыз шығады. Және өзіңіздің мына жерде қай ұжымда жұмыс жасайтыныңыз сол туралы мына жерде дипломыңыз бойынша жазасыз, қай жылы бітірдіңіз және қазіргі таңда қай санатта, ендігі санатқа үміткер қандай санат үміткері, педагог, зерттеуші ме, исследователь ма, өздеріңіз жазасыздар мына жерде. Және мына жерде бейініңіз жазылады. Бейініңіз жазғасын мына жерді бассаңыз, өзіңіз қай мектепте, қай қаладан екеніңіз анық шығады. Осы жерде тестілеуде қай пәнге сабақ бересіз, сол бойынша, мысалы информатика ма, тарих па, оны өзіңіз жазасыз. Және қалаларыңызды өздеріңіз таңдайсыз. Осы жерде міне тестаудың әрқандай орындарын белгілеп аласыз, көрсетіліп тұрады. Және мына жерге галочканы қойсаңыз, келісемін деген шығады. Сол кезде сіздің өтінішіңіз шығады. Ол өтініш, мен қазір сіздерге көрсетейін. Өтініш беру. Менің іс-әрекетім дегенді басқан кезде, осындай болып шығып тұрады. Сіздерде де осыны жасасаңыздар болады. Құрметті менің оқырмандарым, егер сіздерге осы беріліп жатқан ақпараттар ұнап жатса, сіздерге пайдасы тиіп жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабағымда көрішкенше сау саламат болыңыздар.